Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді банан қосылған құймақтың жасалу жолын ұсынамын. Жылдам дайындалады, оңай жасалады. Дәмі тіл үйіретін құймақты таңғы асқа ұсынсаңыздар өте жақсы үйлеседі. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Осы видео қызық болса соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар ұн, банан, жұмыртқа, сұйық май, қант және қопсытқыш. Ең алдымен ыдысымызға бананды бөліп саламыз. Сонан соң бананды еземіз. Шанышқымен езсеңіздер де болады. Менің каналымда басқа да құймақтардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Ендігі кезекте қантты саламыз. Оның үстіне жұмыртқаны саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Сонан соң сұйық майды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте ұнға қопсытқышты саламыз. Араластырамыз. Онда електен өткізуді ұмытпаймыз. Мен алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Сұйық массамызға ұнның барлығын саламыз. Біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Осымен қамырымыз дайын. Енді табамызға аздап сұйық май құямыз. Орташа отта құймақтардың барлығын қызартып пісіріп аламыз. Қамырды араластырып отырып біраз қасықтан саламыз. Құймақтар тез піседі. Піскен құймақтарды қағаз майлыққа саламыз. Арасы толықтай піседі, шикі болып қалмайды. Барлық құймақтарды екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Мінекей достар, өте дәмді банан қосылған құймақтарымыз дайын. Жылдам дайындалады, оңай жасалады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін құймақты сізде жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.